10-шы сынып. Дүние жүзі тарихы пәні. 9-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы: ежелгі әлем өркениеті. Сабақтың мақсаты: дәстүрлі қоғамның ерекшеліктерінің негізгі бөліктерін анықтайды. Жетістік критерийлері: дәстүрлі қоғамның ерекшеліктері мен сипатталатын негізгі бөліктерін біледі. Шығыс, батыс өркениеттерін критерийлер арқылы салыстыра алады. Ұзақ жылдарға созылған экономикалық және рухани дамуы бар қоғамды дәстүрлі деп атауға болады. Ол бірқатар ерекшеліктер бойынша сипатталады және мынадай негізге бөлінеді: әлеуметтік, экономикалық бағыттағы өзгермеушілік, билеуші билігінің қасиетті, санаулы және билікті меншік феноменінің пайда болуы, негізгі өндіруші бірлік, жер өңдеуші қоғам, олар су жүйесіне тәуелді. Бұл ұжымдық күш пен ортақтаса бірлескен іс-әрекетті қажет етеді. Орталықтанған, бюрократтық, ақпаратты бар деспоттық мемлекет, қауымдастық байланыстардың ұйымдасудың үстемділігі, дәстүрлі қоғамда адамның сана сезімі миф пен магияға және дінге негізделеді. Бұл адамның қоршаған ортамен бөлінбес бірлікте екенін сипаттайды. Көрсетілген ерекшеліктер шығыстың кейбір көне өркениетінен әртүрлі деңгейде нақты көрініс тапты. Дәл осы ерекшеліктер шығыс, батыс болып бөлінуіне себеп болды. Осы көзқарастар тұрғысынан кейін шығыс тек бұрынғыдай географиялық ұғым ретінде қабылданбай, өз заңы, тәртібі, қалыптасу жүйесі бар өзгеше әлем ретінде танылды. Сондықтан да сонау антикалық уақыттан бері европалық және европалық емес әлемнің арасындағы
айырмашылығын тану басталады. Гректер мұны бірінші байқады. Персия мен египеттіктермен бетпе-бет келіп, олар адам туралы, әлемдегі оның орны, адамның еркіндігі туралы терең түсініктердің алшақтығын көрді. Бұл орайда европалық және европалық емес қоғамдық құрылым арасындағы айырмашылыққа талдау жасаған европалықтар болды. Сөйтіп, олар шығыстанудың ғылым ретінде іргесін қалады. Тапсырма. Бірінші тапсырма. Кескін картамен жұмыс. Дүние жүзінің кескін картасына ежелгі әлемнің барлық өркениеттерін түсіріңіз. Бірінші тапсырманы орындап болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Екінші тапсырма. Кестемен жұмыс. Бізге мынадай кестелер берілген. Кестенің бос орнын толтырамыз. Өркениеттер. Шығыс және батыс. Кестенің екінші бағытына рухани құндылықтарының негізі, келесі бағытына еңбекке және байлыққа деген көзқарасы, келесі бағытына мемлекетке қарым-қатынасы, келесі кестенің соңғы бағытына табиғатқа деген көзқарасы. Салыстыру арқылы кестені толтырамыз. Екінші тапсырма бойынша ойымызды жинақтасақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс. 5 саусақ әдісі арқылы кері байланыс жүргіземіз. Бірінші бармаққа басты мәселе. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе қандай болды? Екінші, балалы үйрек. Бөлісу. Мен топта қалай жұмыс жасадым? Кімге көмектестім? Кімге риза болдым? Үшінші, ортан керек. Ойлау. Мен бүгін қандай білім? Мен тәжірибе алдым деген сұрақтар қою арқылы жауап береміз. Төртінші бізде жұлдыз шүмек. Шынайылық. Сабақ маған ұнады ма? Неліктен? Сұрағына жауап береміз. Бесінші, кішкентай бөбек, көңіл күй ахуалы. Мен сабақта өзімді қалайша сезіндім?